Міне бүгін сәлем достар. Міне бүгін қайтадан GPT деген сайтқа келіп кішкене пайдаланып қалмақшын деп сурет салу құдіретін көрейін деп сөйтіп өзім техникалық талғамдарын жаздым. 4 дөңгелекті жол талғамайтын барлық жерде жүре беретін, судан өте алатын, сыртқы дизайны қазақ аэродинамикалық киіз үй көшпенділер стилінде, жылдамдығы 80 км/сағ аспайтын, қыста іші жылы, жазда салқын, барлық тұрмыстық жағдайы бар, жуынып шайынып тамақ жасап ұйықтауға болатын бір автономды энергия, күн, жел, ағаш қолдана алатын отын да, мал жаюға өте қолайлы. Сонда бір мәшиненің сипаттамасын беріп едім. Міне берген түрі мынандай. Мынамен мал бағыңдар деп жаңа. Не жасанды интеллекті осындай суретін салып берді. Енді ойымша мынау сондай мәшіне, ал үйіңді өзің тігіп ал, жаңа киіз үйіңді деп сөйтіп мынандай үйінің суретін жаңа салып берді. Меніңше кішкене арамызда жасанды интеллектпен мынау менің арамызда не түсіністік онша болмады. Өйткені мен сол не бір багиді көрдім, баги бір ютубта бір мал бағуға қолайлы бір сондай баги, барлық жерден жүре беретін. Бірақ ол баги деген төбесі ашық нәрседе, жаңбыр жауса, қар жауса, суық жылынбайды. Сонан кейін мына жағынан бір самаурын қойға да болады ғой багидің ішінде. Енді мынандай үлкен мәшіне болатын болса, ішінде самаурын, қазан, ошақ бәрін жаңағы киінетін, жататын. Сонан кейін мынау дөңгелектер үлкен болған сайын, мынау неге жер бетіне салмақ аз түседі. Өйткені жермен мынау дөңгелектің арасындағы түйісетін аумағы үлкен болатын болса, соғұрлым салмақ та жерге аз түседі. Яғни анау шөбі бар, неше түрлі өсімдіктер соны қатты басып кетпейді. Содан кейін онша із қалдырмайтын жүретін мәшіне бір бар да, сондай мәшіне болсын. Міне бұған әлі де мүмкін басқадай бір техникалық талғамдар жазып беру керек. Сөзі мүмкін сол ойыннан шығатындай. Бірақ енді өзім-ақ суретін сала аламын. Бір жағынан несі жаңағы бұл бірден тез салып береді саған. Мүмкін ішінде дайын тұрған нәрсе шығар. Мүмкін өзі салып беріп жатқан шығар. Бірден да. Бұл андай суретші, көрші болсын, досың болсын, немесе жаңағы ақша төлеп салдырып беретін суретші емес. Саған бір нәрсе болса қиқ етіп өкпелеп қалатын, немесе бұл бірден салып береді да, бұл ешқандай шаршамайтын пәле. Сондықтан негізінен әлде болса да бұны қинай түсу керек. Сен идеалды түрде бір сенің керек ететін затыңның дизайнын салып беруге, әлде болса да бұлай итермелеуге болады. Мейлі, осы әңгімеміз бүгінгі.